Польша астанасы Варшавада еркін күрестен Вацлав Циолковский атындағы халықаралық турнир жалғасуда. Жарыстың екінші күнінің қорытындысы бойынша қазақстандықтар 6 медаль еншіледі. Оның біреуі алтын, үшеуі күміс, тағы екеуі қола. 97 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түскен Әлішер Ерғали алтыннан алқа тағында. Өкінішке орай құрама лидері Нұрислам Санаевқа жоғары жүлде үшін бір қадам жетпей қалды. Ол финалда ресейлік Ариан Тюринге жол беріп қойды. Нұрғали Нұрғайыпұлы болса 92 келіге дейінгі салмақта финалда түркиялық Сүлейман Караденизге ұтылды. Тағы бір күміс жүлде 79 келіге дейінгі салмақта белдескен Ғалымжан Өсербаевта. Бұл салмаққа небәрі 4 палуан келген екен. Нәтижесінде олар өзара айналымдық жүйе бойынша сынға түсті. Екі қарсыласын ұтқан Ғалымжан финалда есе жіберді. Қола медальдар 61 келідегі Расул Қалиев пен 92 келіде бақ сынаған Ералы Абдрашевтарда. Бүгін 70 келіге дейінгі салмақта Нұрғожа Қайпанов финалда белдесетін болады. Ал Дәулет Ниязбеков пен Саятбек Оқасов, Әділет Даулымбаев пен Юсуп Батырмырзаев және Олег Болтиндар жұбаныш кездесулеріне шығады. Ал Геннадий Головкин кезекті рет жарыққа шықты. Бұл жолы қазақстандық боксшы ақштың Аризона штатындағы Феникс қаласында өз жанкүйерлері үшін автограф сессия ұйымдастырды. Жергілікті сауда орталықтарының бірінде ұйымдастырылған шараға келген жанкүйерлердің қарасы өте көп болды. Бір қуанарлығы, Феникс қаласының басшылығы Генаның келуіне орай әрбір қазақтың жүрегіне жылу ұялатар, қош келдіңіз деген жазумен арнайы баннер жасатып қала көшелеріне ілген. Бұл үшін әрине біз американдықтарға алғысымызды шексіз жаудырамыз. Олар түгіл кейде өз елімізде мұндай жазу жазып қойған намыстанатындар жеткілікті. Бірнеше сағатқа созылған қолтаңба беру рәсімінен кейін Генадан Канеломен орын алмаған кездесу туралы сұрады. Сол сәтте жерлесіміз: "Мен білмеймін, оны Канелодан сұраңыздар. Мен 100%-ға дайынмын" деп қысқа қайтарды. Ал бұл аралықта Сауль өзінің оңбаған промоутерлік компаниясының өкілдерімен қырғи-қабақ болуда. Рас өтірігін білмейміз, бірақ Канелоның айтуынша ол өзінің IBF атағынан айырылғандығын білмеген екен. Мұны ұйымдастырған менің матчмейкерлерім. Бұл үшін олар өз сазайынын алады, деді ол. Бұл істің басында тұрған адам болса, ол алаяқтығы бір басынан асып кететін Оскар де ла Хойя екендігі сөзсіз. Генаға қарсы өткен екі кездесуде де төрешілерді сатып алған осы азамат болып есептеледі. Ал Жанқош Тұраров болса өзінің еншісіндегі WBO интерконтиненталдық белбеу түкке тұрмайтын нәрсе дейді. Бұл соншалықты мақтанатын жетістік емес. Мен нағыз WBO белбеуін ұтып алғанда ғана бір нәрсе айтуға болады. Әзірге бұл жай ғана мақтануға тұрарлық белбеу емес дейді. Әрине мұндай ой кәсіпқой боксты бүге-шүгесіне дейін түсінетін әрбір жанкүйердің басында жүрген рас. Екінші деңгейлі белбеулермен атың алысқа жете қоймайды. Жанқоштың бұл ойы дұрыс. Демек, бұл жігіттің амбициясы алыста. Жанқоштың діттеген мақсатына жетуіне біз де тілектеспіз. Бейнематериал ұнаған болса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Пікір қалдырыңыздар. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.